Қайырлы таң, қалайсыздар? Қазір менде 10 минуттан кейін жеке сабақ басталам дегенше сіздерге бір кішкентай ғана ақпарат беріп жіберсем деймін. Мені жақсылап тыңдап алыңыздар, жарай ма? Маған кеше бір шәкірт жазады. Мен долго болды тендер эксперт, яғни мамандарын іздеп, сізге тоқтадым деп. Бәрін қараймын дейді. Бірақ сізге тоқтадым дейді. Себебі дегенім, өйткені сіздің парақшаңызда өзіңіздің фотоңыздан гөрі сіздің нәтижелеріңіз, яғни шәкірттеріңіздің нәтижелері өте көп екен дейді. Сосын мен ойландым. Менің шынымен де мен бір жылына бір-ақ рет фотосессия жасаймын, қалған уақыттың бәрін шәкірттермен жұмыс жасаумен шынымен де расымен де жүргіземін. Сопровождение, консультация. Сосын мен ойлап тұрмын, енді сіздер менен оқысаңыздар да, басқалардан оқысаңыздар да сіздерге сәттілік, нәтижеге шығыңыздар, бірақ тендер маманды таңдайтын кезде расымен де парақшаға көңіл бөліңіздер. Неге? Өйткені тендер мамандары әртүрлі болады. Біреулері тек өзінің нәтижесін айтып, бірақ олардың оқытатыны куратор ғана болады. Мысалы, сіздер экспертқа келіп отырсыздар тендер маманына, бірақ ол барыда енді опыт жинап жүрген кураторларға сіздер жібере салады. Кейбір тендер мамандары бар, масштабны реклама жібереді, бір топқа 100-150 адам жинайды, оның нәтижеге бір 10 адам ғана шығу мүмкін статистика бойынша. Сол 10 адамның жеткен жетістігін жыл бойы крутить етеді. Міне нәтижеге жетті деп статистикамен адамдарды жинайды. Ал кейбір тендер мамандары бар, өзімде байқаймын ғой, енді осы салада жүргендіктен. Бір адамы бір жылда 6 миллион ұтамас, оны бір жыл бойы рекламаға крутить етеді. Сондықтан өте қатты мән беріңіз. Мықты тендер мамандары бар, жоқ емес әрине. Енді олардың көбісі орысша форматта сөйлейді, жақсы білем деген, өйткені ойының бәрін орысша жеткізеді. Қазақша ойын, например, жеткізе алмайды аудиторияға. Енді менің өзім шәкірттерім арасында да курс алып, менен өздеріне дальше больше өздерін дамытып, өздері ұстаз болып шәкірт оқытып жүрген шәкірттерім бар. Мен информация алып, например, ақпарат алып, сол кісілерге айтарым, сіздер продажаға жұмыс жасамаңыздар, нәтижеге жұмыс жасаңыздар, сол кезде сіздерге клиент тоқтамастан келіп отырады, айналып отырады. Өйткені